Мына заң өте орынды. Шамалы шектеу керек. Адамның саны, миграцияны шектеу керек. Басқа өңірлерге адамдарды жіберу керек, ол үшін жұмыс орындар ашу керек, мекемелер, бизнес, үлкен ірі бизнесті. Енді мына жол туралы. Ол деген бір концепция бар. Сен қаншама жол кеңейтесің, соншама машиналар көбейтеді, қалада көбейеді. Сол деген бір дамыған мемлекеттерде жолды кеңейтпейді, жолды қысқартады. Ана жаңағы общественный транспортқа отырсын деп адамдар. Мына қаланың орталықтарында бір қағида бар, принцип. Kiss and buy деген. Әкелесің адамды, тоқтайтын жер жоқ, стоянка жоқ. Тоқтасаң удай қымбат. Тек әкелесің, машинадан шығады, болды, бетінен сүйесің де кете береді ол. Тұратын орын жоқ машиналарға. Тек общественный транспортпен жүресің. Бірақ ол бөлек әңгіме, себебі кезінде мен оны бөлек ұққанмын. Менің ойымша жолды кеңейтуге ешқандай жағдай жоқ, керек емес ол. Общественный транспортты дамыту керек Астанада.